Менің машинам. Мынаны көріп жатырмыз. Китайский. Қытайлық сбор дей ма, не дейді. Бірақ доңғалақтар некісін. Ішінде поликтары жоқ. Көрінбей жатыр ма, неме? Поликтары жоқ. Кеткен. Жүк бар. Достар, мен өткен видеода қытайдық автокөлік қалай болады екен деп бір ойым кетіп жүреді. Соны сұрадым сіздерден. Рахмет барлықтарыңызға. Әлі адамдар жазып жатыр. Бірақ біз мына машинаны көріп жатырмыз. Егер бізге қазір колесада отырмыз, одобрение беретін болса, осыны алып видео түсіремін. Қалай, қандай, бола ма, болмай ма, ақшасы қанша. Достар, бізге одобрение келді. Енді машинаның суммасын айтамын. 8 миллион 350 мың теңгеге келістік машинаны. 8 миллион 350 мың теңгелік машина. Бұнда пуш-стар бар, артқы видео бар, парктроник бар, дискі мынандай. Сосын тағы нелер бар. Біраз заттар бар ғой. Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мұрат. Достар, өткен видеоны кішкене қарап шықтыңыздар. Мен тағы бір машина алып көрдім. Яғни ол өздеріңіз көргендей Қытайда жиналған Элантра. Біздікілерге қарағанда кемінде 4 миллион, 5 миллион арзан машина. Дәл ол сондай машина осы жерде 4 миллионға, 5 миллионға қымбат тұр. Соны мен бір көрейін дедім. Себебі бұдан 2 видео, алдыңғы видеода мен осы адамдарға сұранғам. Кім айдап жүр, қалай, сынады, сынбайды, минустар шықты ма, шыққан жоқ па, жүрісіге кедергі бар ма, жоқ па деген сияқты видео шығарған болатын. Сонда 80-90% машинаны жақсы екенін айтып, адамдар, таныстары өздері айтып, айдап жүргенін айтып, өз ойларын, өз пікірлерін қалдырған болатын. Соған қарап мен де алып көрейін дедім. Алып көрдім. Бұдан бір видео алдыңғысын көрсеңіздер, мен алғаным примерно машинаның сыртын көрсеткем. И бағасын, соң барлығын. Енді сол видеода біраз адам өзінің ойларын қалдырған екен. Енді ол жерде әртүрлі пікір. Кім сондай адамдар бар, неге алдың дегендер бар. Жұмысқа бара жатырмын, по делам басып қойған. Заказ көрекші қайда түскен. Жақсы, жаман емес. Солай. Пікірлер өте көп. Сіздерге айтайын, пікір өте көп. Оның ішінде әртүрлі. Не үшін Қытай алдың, Қытай алғаның молодец, арзан ғой, жүр ғой, машина көп қой, не үшін кредитке аласың, не үшін Монза алмадың, енді мәке бұны салыстыр. Енді сондай нелер бар, бірақ құттықтауларда өте көп. Мәке құтты болсын, тозбасын, сынбасын деп өте көп комментарий. Өзім ойламағам, ондай комментарий көп болады. Барлықтарыңызға рахмет. Алла разы болсын барлықтарыңыздан. Солай. Енді ішінде маған ұнағаны, мәке енді бұларды бір өзіміздікілермен салыстырсайшы, салыстырмалы түрде видео шығарсайшы депті. Өзім де соны істегім келіп жүрген. Енді анау комментариядан кейін, Құдай қаласа, міндетті түрде түсіретін болам, сондай салыстырмалы түрде. Өзіміздің Элантра мен Қытайдың Элантрасы. Ол үшін маған сіздердің көмектеріңіз керек. Кімді егер сондай мүмкіншілік бар, Элантра мініп жүрген, амалы барынша 23-24 жылғы Элантра болса өте әдем болушы еді. Достар, мен мына видеоны басына қоям. Осы айтайын деп жатқан немді. Екі нәрсені айтуды ұмытып кетіппін. Біріншісі, мен істеп жүрген замена масла, қазір видеосын көрсетем.
сатайын деп жатыр. Соны номерін қалдырам, керек болса, кім қызығып жүрген болса, почти 3 бокс 300 000 теңге. И анау жерде 2 этаж здание, міне мынау 2 этаж. Осы 2 этаж здание, оны зал ожидания, туалет, анау мынау өз демалатын істеп қойса болады. И мына жерде екеуіне негізі 600 000 ғой. Мынаны бөлісіп алайын деп жатыр. Мына жерге газ кіреді. Анау эсто. Мына жақта кузовной бар. Мынау артында, мынау кузовной. Мына жерде тағы эсто бар. Сондай астық жанның астында Фахтбен Абдулазиз 34 деген адрес. Соны дайын бизнесті сатайын деп жатыр. Екіншісі, көріп жүрсіздер, қалада реклама, машиналарға реклама жабыстырып жүр. Егерде сіздерге қызық болатын болса, 1,5 айға, қателеспесем, 45 000 теңге ақша төлейді екен. 4 есікке полностью жабыстырады. Соған кімге қызық, оның да номерін қалдырам. Бәлкім сіздерге көмегі тиіп қалатын шығар. 1,5 айға қателеспесем 45 000, өзімен сөйлесіп, өздерімен жазсаңыздар болады. Бейгруптікі, банктікі, сондайларды рекламаны жабыстырады 4 есігіне. Бәлкім сіздерге көмегі тиіп қалатын шығар. Анау кредит төлеуге 1,5 айда 45 000 жиналып бір келсе, ол да ақша ғой дегенім ғой. Бұл екеуіне де мен ақша алып жатқан жоқпын рекламаға, просто сіздер үшін. Егер керек болатын болса, осы 2 номер. Біреуі сатылатын, эсто сатылады, эсто емес, дайын бизнес сатылады, арендасы 300 000. Ал екіншісі бағана реклама. Сіздерге пайдалы ақпараттар. Сол екі машинаны салыстырмалы түрде кішкене айдап та көреміз, ходовой жағынан көреміз, качество жағынан көреміз. Енді моторды айта алмаймын, себебі ол бұзылмағанға дейін. Кейбір адамдар айтыпты, бұл Elantra өзіміздікіден 6 сантиметрге қысқа. Егер біреу тиіп кетіп немесе өзің тидіріп алатын болсаң, оның кузовтарын табу өте қиын, бізде әлі жоқ деп жазған екен. Сол жақтарын барлығын салыстыратын боламыз. Енді егерде осы машина кімде бар, жазсаңыздар әдемі болушы еді. Құдай қаласа, келесі видеоны мен солай жасауға тырысам, салыстырмалы түрде. Монзамен де салыстырып көреміз, Монза арзандау болған қарағанда. Сосын Elantra'ның өзімен салыстырып көреміз. Мен үйден шыққам, Тарлан Парк Pro. Бір заказ алып келмей 2470-ке. Енді мынау заказды алдым. Көкталға поделам басып қойғам, жұмысқа бара жатырмын. Тарлан Парктың номерін қалдырам. Ақша шешу без комиссия. Соның барлығы бар, акциялары бар. Өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз жазып, сұрап білсеңіздер болады. Айтпақшы достар, сіздерге тағы бір қалай айтсам болады, өзгеше бір жаңалық бар. Енді өзгеше дейміз бе, қалай дейміз. Мен себеп өте көп. Мынау жұмыстан босап, қайтадан такси жұмысына уақытша кірейін деп жатырмын. Құдай қаласа уақытша жұмыс жасап алып, одан кейін қайтадан басқа жұмысқа орналасамыз. Сіздер мына Тарлан Парк және мына каналға тіркеліп, бұрынғы видеоларды қараңыздар. Бұдан кейін шығатын видеолар, құдай қаласа, салыстырмалы түрде машиналарды бір-бірімен салыстыратын боламыз. Одан кейін автосалонға барып, автосалонның 2 объемды вариатор. Осы Elantra бар ғой, 24-ші жылғы. Солардың 2 объем максимальный комплектациясында вариатормен шығып жатыр. Бәлкім оларда вариаторында кішкене өзгеріс бар шығар деген сияқты да. Енді білмеймін, Қытайдың вариаторы, Қытайда жиналған вариатор, содан кейін Кореяда жиналған вариаторда разница бар шығар деп ойлаймын. Бар болу керек. Солардың барлығын тексеріп көреміз. Ал сіздер мына каналға және Тарлан Паркқа міндетті түрде тіркеліңіздер. Міне Монза кетті, Монзамен де салыстыратын боламыз. Солай достар. Рахмет барлықтарыңызға. Енді кейбіреулер айтатын шығар, мәке мен саған айттым,
ол жұмыс сенікі емес, май быт-шыт болмай мынау жұмыста таксиде жақсы ақша тауып бердім. Жоқ, таксини қою керек, бірақ қазір мен уақытша, себебі ақшаның кішкене жетпеуіне байланысты мен анау жұмыста 5000 теңге алам. Ол бір себебі. Одан басқа себептер де көп. Бір себебі, екінші себебін айтайын, менің Kia Ceed универсал 2024 жылғы машинамды біреу артынан келіп соғып кетті. Соны енді жасатамыз. Содан кейін өзіміз мінетін боламыз. Кейбір себептерге байланысты. Сол сияқты себеп өте көп. Мен сіздерге бір-екеуін ғана айттым. Солай. Осылай достар. Мынау каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Тағы да пайдалы ақпараттар болса, міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Құдай қаласа, бұдан кейінгі видеоларымыз тек қана емес, енді көбісі машиналар қалай, Монза қалай, Элантра қалай, өзіміздікі не айырмашылығы бар деген видеоларды салыстырмалы түрде өте көп шығаратын боламыз. Автосалонда не болып жатыр, қай машина жақсы, қай машина арзан деген сияқты кішкене видеоны, теманы өзгертетін боламыз. Әрине, өзім таксиге шығатын болсам, оны да көрсететін боламын. Солай достар, келесі видеоға дейін және Астананың көшелерінде кездескенше сау аман болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.